Сәлем достар, бүгін күндеріңізге сәттілік, күндеріңіз көңілділікке, шаттыққа толы болсын. Ұйықтап көз деген бомба дейсіз ғой. Сол бір нәрсе айтайын деп едім. Осы адамдардың көпшілігі осы здесь и сейчас дәл қазіргі сәтте өмір сүрмейді да. Одан болашаққа қарай кетіп қалады, болмаса кейінгі өткен өмірін ойлайды. Өткен өмір бәрі өлі энергия. Болашақ деген ол қазір бақытты болмаса, сіз болашақта бақытты болу деген өтірік әңгіме болады. Себебі сіз дәл қазіргі кезде бақытты сезінуіңіз керек. Дәл қазіргі кезде сіз рахаттанып өмір сүруіңіз керек. Дәл қазіргі сәтте. Ертең болады, бүрсі күні болады деп күтіп жүру ол иллюзия. Өйтіп өзіңізді алдамаңыз. Және бұл иллюзияның ең бір түрі қорқыныш. Бұл енді матрицаның бір былайша айтқанда адамдарға енді матрицадан шығу үшін осы қорқынышты жеңу керек. Қорқынышты жеңу ол қорқынышқа қарай жүру. Бірақ көп адамдар ойлайды, қорқынышқа қалай сонда деп түсінбей жатыр ғой енді. Бұл қорқыныш екі түрлі болады. Бірі өткен өмірдің қорқынышы, бірі осы өмірдің қорқынышы. Осы өмірдің қорқынышын біліп алсаңыз болды, былай әдеттегідей. Осы өмірдің қорқынышын қарайтын болсаңыз өзіңіз кәдімгі өзің бір босанайын деп жатсаң, енді қорқасың ғой, ойбай қалай болады деп. Сол кезде ол енді табиғи қорқыныш. Былай енді нормада қалыпты жағдай. Балаң ауырып, қыз температурасы көтеріліп барса, 40-қа ойбай деп қорқасың, дәрі-дәрмек іздейсің, не болып қалады деп. Ол нормали қалыпты. Ит қабайын деп жатса, ырылдап тұрса, одан қорқасың, ол қабама деп. Ода қалыпты. Суға түскен кезде су толқып тұрса, сен қалай түсесің? Одан қорқуың, ода қалыпты, норма бәрі. Биікке шықсаң, басың айланып тұрса, ода қорқасың, оның бәрі қалыпты. Ал енді қалыпсыз, нормасыз, қалыпсыз қорқыныштар өз-өзіңнен балаң ауырмаса да қалың кидіре беру, дәрі алып беру, витаминдер тықпалап ішкізе беру, ойбай ауырып қалады деп өз-өзіңнен қорқып жүру, ол қалыпсыз. Ол өткен өмірден келіп тұрған қорқыныш. Болмаса өз-өзіңнен машина мінуден қорқу, ойбай ертең авария болып кетеді, бүйтеді, сөйтеді, машина алғаннан қорқа, машина айдасам, мен соғып алам деген сияқты. Өзің машинаны мінген жоқсың әлі. Өз-өзіңнен қорқып айдамай жүрсің. Одан кейін кейбіреулер самолетқа отырғанын өз-өзінен самолетқа естісе болды, қорқып отырады. Біреулер судың несін естіп, құлағымен естиді, көзімен бүйтіп картинкасын көрсе болды, қорқатындар бар. Біреулер биіктен, ойбай, аналар қайтеді, өлді ғой, бітті ғой деп өз-өзінен қорқып отырады үйде. Сондай мысалы қорқыныштар. Туғаннан қорқады біреулер. Тумай жатып, әлі көтерген жоқ, бала жоқ ішінде. Көтеріп қалсам не болады, ойбай, ертең қалай туам деген сияқты. Сөйтіп, сондай бір қорқыныштар. Біреулер кедей болудан қорқады. Ойбай, кедей болып қалам, бақшам таусылып қалса, мен кедей болып өмір сүргім келмейді. Осы қорқыныштың бәрін зерттеп келген кезде артында үлкен махаббат жатыр. Мысалы, адам машинеден қорқып жүреді, бірақ бір күні сол қорқынышына қарай жүріп, машинені мінетін болса, ролды ұстайтын болса, одан бақытты адам жоқ. Ол кайфоватты, ол рахатын сезінеді. Өзінің жылдамдығынан, музыкадан ләззат алып рахаттанады. Қорқынышқа жүріп, егер не қылатын болса, көрдіңіз бе, жұмыс деген өстіп жасай саласың да, мысалы, соған қарай қорқынышыңа қарай жүресің. Бұл матрицадан шығудың бір ғана жолы, бұл қорқынышқа қарай жүру. Одан кейін, қазір матрицадан мен қалай шығам, ойбай, матрицадан мен бітем, сөйтем деп айтады ғой. Сол матрицадан шығатын болсаң, қорқынышыңа қарай жүр. Сосын неден қорқасың соған? Мысалы, адамдар ақша жоқтықтан қорқады, Ал ақша жоқтықтан көп адам емес, бір аз адамдар қорқуы мүмкін, енді көп қой енді. Ал енді сен өзіңді бай сезініп көр, ақшаң болған кейін, былай ең адам бай болғанды қатты ұнататын адамда қатты жақсы көреді. Бай болсам шіркін, мен рахат, бүйтіп сезінетін едім деген. Сол адамдар сондай неден қорқып жатады? Өз-өзінен.
кедей болып қалам ба деп қорқады. Сол қорқыныштың артында үлкен махаббат жатыр ғой, байлыққа деген махаббат өзінің. Оны түсініп алған кезде сен соған қарай жүресің да, өзің жұмыс жасап не қыласың. Ал бір адамдар биіктіктен қорқатын адамдар биіктен негізі рахат алады ол. Судан қорқатын адамдар судан негізі оның ар жағында суға деген махаббаты, суды жүзуді үйреніп алатын болса, ол өмірінде одан бақытты адам жоқ. Өзін қатты бір рахат, бір жетістікке жеткен адам сияқты сезінеді. Сол үшін әр сіздің қорқынышыңыздың артында үлкен махаббат жатыр. Үлкен махаббат. Сол матрицадан сіз сол қорқынышқа қарай жүру арқылы өтесіз, шығасыз, Сөйту арқылы сіздің сол кезде сіз мысалы машине міне алмай жүріп, бір күн машинені мінгенді үйреніп, соған қарай қорқынышқа жүріп, машине ролды ұстап, сіз ақырындап машине үйреніп алатын болсаңыз, кәдімгідей сіз қорқыныштарыңыздың бәрі, бұрынғы өткен өмірдегі қорқыныштың бәрі босайды денеңізден. Бір қорқынышты жеңген адам неше түрлі қорқынышы, установкалары ішіндегі соның бәрі босап кетеді сізден. Сөйту арқылы сіз өте өзіңізді еркін, алдағы қаншама көптеген жұмыстарды істейсіз. Ал сіз қорқып жүре беретін болсаңыз, жылдар бойы, 20 жыл, 30 жыл өміріңіз өтіп кетуі мүмкін. Мына жерде сіз осылардың бәрінен өтіп, өзіңізді түсінуге, бұл не үшін болып жатқанын сондай түсінуге қарай жүріңіз. Және өте оңай жеңіл жолдарын білгіңіз келсе, бізде чатқа келсеңіздер, бізде чатта өте көп нәрселер айтамыз. Сіз қорқынышты жеңіп алған кезде, сіздің 1000 түрлі установкаларыңыздың барлығы олар босап кетеді сіздің денеңізден. Әрекетке айландыру керек, соны айтқым келіп шыққан мен. Негізі адамдар оны әрекетке айландырмай, құр ойлап, сіз мен қорқынышты жеңем, мен бітем деп, олай жеңе алмайсыз. Соны әрекетке айландыру керек, міндетті түрде.